Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романын ұсынамыз. ұлпан Ғабит Мүсіреповтің 1974 жылы ел шежіресінің мазмұны негізінде жазған романның бірі. Роман алғаш рет Жұлдыз журналының 1974 жылы 6, 7, 12 сандарында жарияланды. Шығарманың оқиғасы 19 ғасырда қазақ даласында болған тарихи шындыққа негізделген. Романдағы бас кейіпкер Есеней, қалың керей уақтың билігін қолына мықтап ұстаған аузы дуалы, биі, атақты байы, батыры. Ұлпан тарихи роман. Онда бір ғана керей уаққа қарасты Сибан елінің тыныс тіршілігін суреттеу арқылы сол замандағы, атап айтқанда 19 ғасырдағы қазақ халқының шежіресі мазмұндалады. Шығармада ғасыр бойындағы қазақи тіршілік, оның тұрмысы, салт-дәстүрі, өзіне тән әдет-ғұрпы кеңінен қамтылған. Оқиғаларда романның басты кейіпкері табиғатынан ерекше, ойы таза, жаны жомарт әйел Ұлпанның төңірегінде өрбиді. Ұлпан өз бақытынан ел мүддесін жоғары қойған, ақыл мен парасатты бойына ойлатқан қазақ әйелінің жиынтық образы. Бұл роман көпшілік оқырмандарға арналған. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.